Essential Grammar 24-ші unit. Бүгінгі тақырып бізде regular and irregular verbs. Бізде етістіктердің дұрыс және дұрыс емесі. Regular деген дұрыс, irregular деген дұрыс емес етістіктер. Ең бірінші дұрыс етістіктерді көрейік. Егер бізде дұрыс етістіктер өткен шақта болатын болса, ол өте оңай, просто еді-ні қосамыз. Мысалға етістік clean, clean-ed, leave-it. Еге бітсе, еді қоспаймыз, просто ды қосамыз. Paint, painted, еді қосамыз. Study-ed. Егер мынандай y әрпі болса, бізде дауыссыз дыбыс плюс y болса, мынау C деген консонант, дауыссыз дыбыс. Дауыссыз әріп болса, онда y қосылатын болса, еді қосатын болсақ, y түсіп қалады, I, E, D болады. Хорошо? Енді past simple деген ол етістіктің екінші формасы. Мынау етістіктің бірінші формасы мынау. Ештеңе қосылмайды. Past participle деген етістіктің үшінші формасы. Бізде дұрыс етістіктер болса, үшінші формасында тоже еді болады. Past simple'да бізде етістіктің өзі болады, еді қосылып. I cleaned my room yesterday. Мен кеше комнатамды тазаладым. Уақыт берілген болса, бізде past simple болады, естерінде бар. Егер бізде have, has болса, онда ол бізде present perfect болады. Present perfect'та біз плюс етістік үшінші форманы қосамыз. Егер дұрыс етістік болса, етістіктің үшінші формасы тоже еді қосылады, ештеңе өзгермейді. Енді еще мына жерде пассив бар. Пассив болатын болса, тоже be, be'ді біздер am, is, are деп қолданамыз. Еще плюс етістіктің үшінші формасы болады. Енді irregular verbs, дұрыс емес етістіктер. Дұрыс емес етістіктер бізде дұрыс етістіктен отличиесі, то, что олар етістіктің бірінші формасы бір түрлі болады, екінші және үшінші формасы басқаша болады. То есть сөздің формасы өзгереді. Еді қоспаймыз. Сөздің өзі өзгереді. Мына жерде бізде бірінші мысалда келтірілген, мына жерде то, что етістіктің бірінші дұрыс емес етістіктердің бірінші түрі, бірінші формасы етістіктің осылай болады: make, жасау, find, табу, buy, сатып алу, cut, кесу. И past simple мен past participle, то есть етістіктің екінші формасы и етістіктің үшінші формасы бірдей болады, өзгермейді. Мысалы make, made, find, found, buy, bought, cut. Cut деген вообще бізде андайға 1, 2, 3 формасы да бірдей болады, ештеңе өзгермейді. Енді бізде дұрыс емес етістіктің тағы да екінші түрі бар. Ол бізде етістіктің бірінші формасы, етістіктің екінші формасы, етістіктің үшінші формасы, үшеуі үш түрлі болады. Мысалы break, сындыру, бірінші формасы past simple'да broke, present perfect'та мысалға үшінші формасы broken. Know, blue, knew, known. Begin, бастау, began. Наоборот, began. Go, went, gone. Вообще үш түрлі сөз. Хорошо? Біз бұны тағы да сөздер сабағында өткенбіз. Просто еске түсірсек болады. Хорошо? Енді тапсырмаларға өтейік. Тапсырмалар бізде оңай. Өздерін жасап көрсеңдер болады. Сосын дұрыс жауапты менімен бірге тексерсеңдер болады. Мысалға бірінші тапсырма. Мына жерде етістіктің екінші және үшінші формасын жазу керек. Кейбіреу дұрыс, кейбіреу дұрыс емес. Хорошо? Мына жерде қанша етістік? 15 етістік бар. 15 етістікті жазып көріңдер. Паузаға қойып, содан кейін дұрыс жауапты тексереміз. Давайте. Давайте енді қазір тексерейік. Make, made бізде өзгермейді. Made болады. Cut өзгермейді. Get бірдеңе алу. Got болады. Сол үшін got'ты бір рет жазамыз. Екінші және үшінші формасы өзгермейді. Bring, brought деп жазылады. Ол да бізде өзгермейді. Bring, brought. Pay, бұл бізде бір дұрыс етістік, поэтому
paid. Еді қосылмайды, мына жерде y дауысты болған үшін I болады. Тоже дұрыс емес етістік десе болады, полностью формасы өзгереді десе болады. Келесі enjoy. Enjoy бізде дұрыс етістік, просто еді қосамыз. Рахат алу, enjoy it. Келесі buy сатып алу, bought. Buy, bought. Sit, sat. Leave, sit деген отыру. Leave деген кетіп қалу, тастап кету. Бізде болады left. Happen бірдеңе болу, ол бұл бізде дұрыс етістік. Сол үшін happened еді қосамыз. Hear, есту. Heard. Hear, heard. Put бізде вообще өзгермейді. Cut сияқты бірдей болады. Put. Catch, ұстап алу. Put деген қою. Catch деген ұстап алу. Бізде болады caught, K-U-G-H-T. Watch, дұрыс етістік. Еді қосамыз. Көру, бірдеңе көру да, телевизор көру деген мысалы. Watch it. Understand, түсіну. Бұл бізде дұрыс емес етістік. Understood. Осылай болады. Енді екінші тапсырма бізде мынақта етістіктер кейбіреу дұрыс емес. Жоқ, бәрі дұрыс емес екен. Мына 14 етістіктің екінші және үшінші формасын жазу керек. Бұлар үшеуі үш түрлі болады. Ошы қазір жасап көріңдер, сосын тексереміз. Давайте пауза қойыңдар, істеп көріңдер. Окей, тексерейік. Break, сындыру. Broke, broken. Begin, began. Бастау, бірдеңе бастау. Eat, жеу. Eat, ate. Eaten. Дальше drink, ішу. Drank. Drive, бірдеңе айдау. Drove. Driven. Speak, сөйлеу. Spoken. Келесі write, жазу. Wrote. Written, екіті болады. Келесі come, келу. Come. Know, білу. Known. К оқылмайды, білеміз. Take, бірдеңе алу. Taken. Сосын go, бару. Went. Gone. Give, беру. Given. Сосын throw, лақтыру. Thrown. Forget, ұмыту. Forgot. Forgotten, екіті болады. Келесі. Үшінші тапсырма, мына жерде сөйлемдер берілген, осы сөйлемдерге етістіктің дұрыс формасын қою керек. Или екінші, или үшінші. Етістіктер соң жағында берілген. Өздеріңіз істеп көріңдер, пауза қойып, сосын менімен бірге тексереміз. Давайте. Окей, тексерейік. Бірінші, I washed my hands because they were dirty. Мен жудым өз қолымды, себебі олар кір болды. Wash деген дұрыс етістік, сол үшін washed болады. Somebody, біреу. Have болса етістіктің үшінші формасы болады, сол үшін break-тің broken деген жазамыз. Somebody has broken this window. Біреу мына терезені сындырды. I feel good. Мен өзім жақсы сезініп тұрмын. I very well last night. Өте жақсы. Өткен түні ол бізде уақыт бізде көрсетілсе, значит past simple, значит етістіктің екінші формасы болады. Sleep, slept. Төртінші, біз a really good film yesterday. Жақсы фильм кеше болса, ол бізде past simple уақыты берілген. Қашан деген сұраққа жауап беріп жатыр, Енді see, значит етістіктің екінші формасы. See, saw. Енді eat, бұл a lot, көп, while we were on holiday. Біз демалыста кезде. Қашан деген сұраққа жауап беріп жатыр.
Значит, ол бізде past simple болады. Rain дұрыс етістік, сол үшін еді қосамыз. It rained. Дальше. I have бар етістіктің үшінші формасы болады, значит. Нәрде have you тоже етістіктің үшінші формасы. Lose жоғалту, my bag сумканы. Lose lost. Сосын see естің үшінші формасы. Seen. Rosa's bicycle was. Розаның велосипеді болды. Егер was were, то есть be болса, be плюс етістік үшінші форма болады. Бұл пассив. Розаның велосипеді ұрланды. Steal деген ұрлау. Велосипед ұрлай алмайды. Велосипед ұрланады. Так. Сол үшін stolen болады. Бұл пассив бізде. Келесі 8-ші. Мен to bed ұйықтауға early ерте because I was tired. Себебі мен шаршаған едім. Бұл бізде go. Себебі мен шаршаған едім. I was tired. Нәрде past simple болады. Естің екінші формасы. I went to bed. Have жоқ, сол үшін естің екінші формасы. Have you сразу. Естік үшінші форма. Finish. Дұрыс естік, значит, еді. I finished. Еще ед тұр, я? Значит, present perfect болады. The shopping center, магазинді, was, болды, етістік үшінші форма. Was болса, be болса, етістік үшінші форма. Build, салыну. Анна, learn, үйрену, to drive when she was 18. Ол 18 жаста кезде уақыты берілген, значит, бұл past simple. Past simple'да етістіктің екінші формасы қолданамыз. Learned. I have never, мен ешқашан. Бұл бізде етістіктің үшінші формасы, себебі бұл present perfect, write, wrote, written. Julia is a good friend of mine. Ол менің жақсы досым. I have бар, present perfect, значит, етістік үшінші форма. Еще for деп тұр, present perfect болса for. Осы уақыт бойы. Мен білемін оны. I have known her. Yesterday, кеше. Значит, бұл уақыт болса бізде past simple, значит, екінші форма. Fall, құлау, екінші форма fell. Hurt, өзгермейді, hurt болады. Дальше, hurt деген ауырту, fall деген құлау. My brother, менің ағам, in the London marathon last year. Лондон марафонында өткен жылы уақыт берілген, have has жоқ, алдында be жоқ, да, was, were, am, is, are деген жоқ. Сол үшін етістік вторая форма. Ran болады. Have you ever? Have тұр. Значит, етістік үшінші форма. Run. Окей? Келесі, мына жерде мына етістіктер берілген, келесі тапсырма. И мынаны дұрыс формаға қою керек мына жерлерге. Давайте мыналарды айтып берейін етістіктерді, сосын өздерің жасап көріңдер. Cost бағасы болу, drive айдау, fly ұшу, make жасап шығару, бұл жер істелінген. Meet кездесу немесе танысу, sell сату, speak сөйлеу, swim жүзу, tell айтып беру, think ойлау немесе ойлану, wake up ояну, win ұту. Осы етістіктерді мына жерге дұрыс формасымен қойыңдар. Давайте енді тексерейік. I have made, have тұр, значит, етістік үшінші формасы, сол үшін make-тің made дегені қойылды. Бәрі дұрыс, я? Have you, етістік үшінші форма. Have you, сен бірдеңе, Джонға, about your new job, өзіңнің жаңа жұмысың туралы. Жаңа жұмысың туралы айттың ба, tell, да? Have you told, етістік үшінші форма. We played basketball on Sunday. Біз ойнадық баскетбол воскресенье күні. We didn't play very well. Біз онша жақсы ойнамадық, бірақ біз the game, ойынды. Didn't деп тұр. Didn't болса, мына сөйлемнің екінші жартысы тоже past simple болады, значит, етістік екінші форма. Біз ойынды, біз онша ойнамадық, бірақ ойынды ұттық. Да?
win, won. Келесі, I know Gary, мен білем Гэриді, but I have never. Етістік үшінші форма болады. His wife, оның әйелін. Мен Гэриді танимын, бірақ оның әйелін Нәрде? Meet, кездесуіме. Әйелмен кездеспеген әлі. I have never met. Келесі, we were, біз болдық. Етістік үшінші форма болады. By loud music, қатты музыкамен. In the middle of the night, түннің ортасында. Түннің ортасында қатты музыкамен оятылдық. Wake up, wake, woke, woken. Woken up. Етістік үшінші форма. Келесі, Stephanie jumped into the river. Stephanie секірді жаңағы өзеннің ішіне еді. And to the other side, өзеннің арғы жағына. Jumped бұл past simple болып тұр. Значит, мына жағы да past simple болады, етістік екінші форма болады. Енді ол өзенге секірді және өзеннің ар жағына жүзді. Swim болады. Келесі, did you like the film? Саған фильм ұнады ма? Yes, yeah, it was very good. Ол өте жақсы болды деп ойладым десе де болады. Көрейік, мына жерде past simple болып тұр, мына жерде де past simple бола берсінші. I thought, етістік екінші форма. Thought, ойладымды. Келесі, many different languages. Көп әртүрлі тілдер. Are, are, be, значит, етістік үшінші форма болады. In the Philippines, Филиппин елінде көп түрлі тілдер сөйленеді. Speak, етістік үшінші форма. Spoken. Окей. Келесі, our holiday, біздің демалыс. A lot of money, көп ақша. Себебі we stayed in an expensive hotel, біз қалдық, біз тұрдық. Қымбат отельде, expensive hotel. Қымбат отельде тұрған үшін біздің демалыс көп ақша тұрды. Бізде етістік өзгермейді, сол үшін cost болады. Have you ever, сен өміріңде етістік үшінші форма болады. Very fast car, өте тез машинаны. Сен өте тез машинаны айдап көрдің ба? Have you ever driven? Келесі, all the tickets for the concert. Концертке барлық билеттер болды. Етістік үшінші форма болады, потому что бұл пассив. Өте тез, very quickly. Не қылды? Сатылды. Sell, sold. Келесі, a bird, құс, in ішке, through the open window. Through деген бірдеңе арқылы, бірдеңенің ішіменді. Ашық терезе арқылы ішке құс кірді. Так, while we were having our dinner. Осы уақытта біз ужин жеп жатқан едік. Мынау бізде уақыт болатын болса, бізде past simple, то есть етістік екінші форма. Fly, flew болады. Окей. Хорошо, бүгінге осы, келесі уақытта көріскенше.